қатты қуантты мен негізіндеш. Неге? Сол енді көп уақыт болды ғой енді. Ой, бір 5 күн Жанымыз табуға. қарқ қылып жүргендей. Жоқ, табамыз, сөйлесеміз. Анаңыз қалай? Жақсы, барлығы жақсы. Мөлдірмен барлығы бітті. Иә, біз Тек қана мөлдірмен сыйластық. сөйлестік, дос боламыз деп шештік. Маған қыз тауып берем деп жатыр өзі. О, бірақ ол өте қате ұсыныс сияқты. Өзіңіз іздей беріңізші, біз ақ көмектесейік, иә? Болды, сіз көмектесеңіз. Ертең тағы мөлдірді көмектесем деп қайтадан сіз, ой, мөлдірге деген сезімім бар, маған басқа ешкім керек жоқ. Қажет емес. Анаңыз да барлығы дұрыс. Біледі ғой бүгінгі эфир жайлы? Біледі, иә. Айттыңыз. Нұрсұлтан? Ассалаумағалейкум, қош келдің. Не айтарын білмеймін, жаңағы бір апта бұрын ғана пікір айттық қой. Қош келдіген қадамы гүліп бітсін, үйленіп кет. Жаңағы мен сәл бір бөлектеп бір кеше Ерса бауырымнан бір кешірім сұрағым келіп жатыр да. Жаңағы бір андай кеше видеоларды көрдік. Мен до конца ойладым. Бір 2 аптаның ішінде ол жігітке қатты бауыр басқаптым да. Анау кетіп баратқанда до конца күтіп отырдым. Пранк болады деп до конца шығып кетті. Енді олды бір көңіліме ана видеосын көре беремін. Неғып тұрмадым, неғып өзім түнімен кінәлаумен болдым. Бәрін тұрып шығарып саладырық, ол бет тұрып көп тұрып қалды да нәрде. Бәрі де сөйтіп ойлаған деп ойлаймын қатысушылар. Біз до конца пранк деп ойладық неге. Түсінбей қалдыңыздар ма? Иә, бауырым, тойыңа шақыр, обязательно келеміз. Ақтөре? Ассалаумағалейкум, Тима бауырым, қош келдің. Диана ханым, кеткен кезде қиын кетті, негізі көбісі қимады, бірақ білмеймін, жаңа бүйтіп басқыш Тиманы көрген кезде біраз кішкене эмоция беріп қойды, что-то андай деп қуанбады. Негізі қуаныштым сен келгеніңе бауырым. Негізі сен де бақытты болуға лайықты, Диана ханым. Бұл жерде енді жаңа мөлдірмен дос болдым деп дұрыс болған екен, негізі солай шешілген дұрыс болып. Лично енді екеуің бір-бірлеріңе тиіспей, әдемілеп бір-біріңді қолдап, сен үйленіп кет, мөлдір тұрмысқа шығып кетсін, вот сол ғой. Жоқ, Диана ханым, Тимур кететін уақытта кішкене бір көзіне жаз алып, сондай андай үлкен бір толқыныспен кетіп еді ғой. Енді мөлдір жақсы көрем, күйем, сүйем деп енді. Енді ертең мына жерде отырғаннан кейін мөлдірге қайтадан сезімің ашылып кетіп, мына жерде мөлдір енді үміткерлер келеді, сол кезде қимастық пайда болмай ма сенде? Жоқ, былай ғой, короче, енді жүрдік қоя, давка болды, Диана ханым, давка дегенде андай да, халықтың бәрі жазады, мама да қоймайды, мөлдірге ұнайсың, сен ұнайсың, көр, тағы да көр деп. Сонымен енді көрдім, менің реально соңғы шагым болды. Қазір енді бір апта демалып, кішкене өзіме келіп жатырмын ғой, ондай қайталанбайды. Жоқ, мынандай ғой, Тима, түсінбей жатсың да. Енді сен сыртта болғаннан кейін оның бәрі кішкене енді өзің қыдырасың, жүресің, ұмытылатын шығар. Енді бір жерде отырғаннан кейін бір-біріңді күнде көргеннен кейін ол по-любому ашылатын нәрсе ашылады. Содан кейін айтып отырмын да, сен алдында мөлдір айта кетті ғой, менің көз алдымда жұп болды, көз алдымда сөйлесті дегеннен кейін сондай нәрселер қайтадан қайталанбай ма деген нәрсе ғой. Енді біздің аяққа жұбымыз табу үшін келіп отырып қойын, қайталанатын шығар. Айбат? Қош келдің, Тима. Мен Тиманың жүрсен біліп қалдым, өйткені оның жақ аяғын сылтып басады да шалым. Бостау басады, иә? Иә, бостау басады, содан біліп қалдым. Тима бауырым, қош келдің, бақытын тап. Енді жаңа айтады ғой, ауру қалса да әдет қалмайды деп, енді мөлдір жайына қалдыр. Сен мөлдір өз бақытын тапсаң, сен өз бақытын тауып кет бауырым. Енді қош келіп отырсың, Тима жаңа Ақтөре айтып жатыр ғой, реакция туралы. Шынымен Диана ханым, не шапалақ ұрарын, не істерін білмей қалды, мына жерде бір-бірімізге қарапшы. Ол нормально деп ойлаймын, өйткені жақын арада ғана қосылайық жобасына қоштасып кеткен жігіт қайтадан келіп тұрғаннан кейін непонятный болды да. Енді әрбір жан бақытты болуға лайықты, әрине. Бірақ мен саған айтайыншы, Тима, жаңағыдай адам орнына адам басады, ұмытып кетем, басқа қызбен кездесе аламын деген нәрсенің өтірік барлығы. Если сен шынымен де мөлдір жақсы көрген болсаң, сен никогда басқа қызбен қайтадан қосыла алмайсың. Пока ананы до конца жібермегенше. Мына жерде қазір сол до конца жіберіп тұрмын ғой енді. Қой, бір аптаның ішінде қалай жібересің сен? Жоқ, бір апта енді маған жетті, бір апта. Шынымен де просто жоқ, қанша бір рет емес, мен қанша рет көрдім, осы соңғы рет болды, серьезно айтам. Біздің генерал әпке сөйлейді, Ұлбосын ханым. Қош келдің, Тима, өте қуаныштымын келгеніңе. Сізге мынадай дауыс жараспайды екен. Ана ұрсатын дауыспен айтыңызшы. Мен жаңа кім Диана айтып отыр ғой, қайттан сезің ашылып кетпей ма, анау мынау деп. Негізі бір рет қадам жасады, екреден соңғы қадамын көрдік қой бәріміз қалай жасаған. Қайта қыздан отказ бере бергеннің бұның да намысы бар шығар. Қайта ұсыныс жасай беретін, дұрыс па? Дұрыс. Сол үшін Тима, өзің көзің, біздің де көзіміз жетті, халықтың да көзі жетті деп ойлаймын. Өзің де көзің жетті, саған деген сезімі жоқ, сенікі болса да мысалы. Сол үшін жібере сал, керек емес, өз бақытыңды тап. Жарайды. Ізбасар мырза. Мен негізінде Тиманы келеді ма, келмей, негізі келесі сезонға келеді ма деп ойлады. Өте қатты қуантты мен.